Қыздар, біздер бүгін ең жұмсақ медовый тортын пісіреміз. Менімен бірге пісіріп, арнама тіркеліп, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Ол үшін 100 грамм ерітілген сары майға 150 грамм шекер салып, 100 грамм мед салып, жақсылап араластырамыз. Араластырған соң газге қойылған водяной банямызға осы массамызды қойып ертіп аламыз. Шекеріміз бен медіміз әбден еру керек. Үстіне 3 чайный ложка ас содасын салып, содамыз ергенше, шекерлеріміз ергенше содамыз жақсы болып әдемі болып көпіршуі керек. Соданың дәмі кету үшін водяной баняда ұзақ ұстасаңыздар, соданың дәмі кетеді. Дайын массамызды осылай венчикпен оттан түсіріп суытып аламыз. Әбден араластырып суытыңыздар. Егер ыссы болатын болса, жұмыртқамыз пісіп кетеді. Сондықтан осылай саусағымызбен қарап аламыз. 3 жұмыртқамызды салып, массамызды араластырамыз. Осылай ұзақ араластыру керек, себебі жылы болатын болса, ұнымыз біздің ұнды көп алатын болады, егер масса ыссы болатын болса. Сондықтан осылай суытып аламыз. Енді 400 грамм ұнымызды осылай електен өткізіп, қамырымызды дайындап аламыз. 400 граммнан көп қамыр қоспаймыз. Көп қоссақ, медовый тортымыз біздің тығыз болып, қалың болып кетеді. Жұмсақ болып пісу үшін бұнда ең басты секрет біздегі, бұл рецепттегі 3 чайный ложка ас содасы. Соны ұмытпай қоссаңыздар, торттарыңыз керемет болып шығады. Дайын тестімізді осындай пакетке салып, жарты сағатқа холодильникке қойып аламыз. Енді кремін дайындаймыз. Осындай асты терең кастрюльге 500 грамм, 500 мл немесе сүт құямыз. 130 грамм шекер саламыз. Егер тәттін жақсы көрсеңіз 150 салуға болады. 2 жұмыртқа. Жақсылап араластырамыз. Бұл бізде заварной крем. Бұл заварной креммен де торт өте дәмді шығады. 2 столовый ложка ұнымыз саламыз. Әбден араластырып, баяу отқа қойып, бұл кремімізді қайнататын боламыз. Жиі былғап отырыңыздар, асты күйіп кетуі мүмкін, немесе жабысып қалуы мүмкін. Дайын қамырымызды холодильниктен алып, осылай бөліп, 5-6 бөлікке өзіңіздің қалауыңызға қарай. Сіз қалың, үлкен медовый қаласаңыз, биік, онда 7-8-ге бөліңізге болады. Менде 6 болды, 6 лепешка шықты. Осылай лепешкаларды бірдей қылтып бөліп аламыз. Енді дайын кремімізді оттан түсіреміз. Жаңағы лепешкаларымызды осылай ұн сеуіп отырып жайып аламыз. Жұқа қылтып жаямыз. Мен жұқа қылтып жаям. Егер қалыңдау болған қаласаңыздар, қалың етуіңізге болады. Бірақ бұл жерде ас содасын көп қосқандықтан біздің қазір тестіміз күшті әдемі болып көтерілетін болады. Осындай протеинге салып, ұн сеуіп, тестімізді салып, корждарымызды вилкамен тесіп шығамыз. Жан-жағы көтеріліп кетпес үшін 180 градуста қызып тұрған пеште 5-10 минутқа қойып аламыз. Жаңағы кремімізге суығаннан кейін 200 грамм сары майды салып араластырамыз. Дайын корждарымыздың осылай шеттерін кесіп аламыз. Дайын корждарымызды кольцомызға салып, тортымызды жинайтын боламыз. Менде 24 диаметрлік торт шықты. Осындай ковшпен әдемілеп кремдерімізді құйып, молынан құямыз. Сонда тортымыз жұмсақ шығады. Осылай әр коржға бір ковш жарымнан құйып, мұны көреміз. Тортымыз дайын болды. Енді дайын тортымыздың бетіне крошкамызды сеуіп шығамыз. Мен бір күн бұрын, бір күн қоя тұрам, крошка сеппей, әбден торттың кремі сіңгеннен кейін барып, крошкасын ертеңіне себем. Сол күні себуге де болады, бірақ қойып сепкен өте жақсы.
торт формасын ұстап жақсы болып тұрған кезде сепсеңіз тортыңыз әдемі шығады. Жасалу жолы өте оңай, өте дәмді. Мен тек қана осы рецептімен жасаймын. Енді сіздерге тіл ортасын көрсететін боламын. Осындай бізде әдемі, биік, жұп-жұмсақ торт шықты. Жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.